бастап 5 күн біз осы Өскемен қаласында гастрольдік сапармен келіп жатырмыз. Театрымызда көрерменді қызықтыратын, Алматыда аншылақтап көрермен жинайтын жақсы спектакльдерімізді алып келдік. Сонымен бірге қазір қазаққа көзайым болып жүрген қазақтың киносы, тағы да басқа өнер жанрлар арқылы танымал болып жүрген мықты танымал актерларымыз келді. Сондықтан ойлаймын, осы бір 5 күн Өскемен қаласын рухани керемет бір деңгейге көтеретін күндер болады деген үміттеміз. Мысалға сол біздің Сыған серенадасы, Бес бойдаққа бір той, мынау тіпті кейінірек қосылған Қытайдан жеткен сәлемдеме деген қойылымдарымыз қазір Алматыда билет табылмайтын қойылымдар. Сондықтан өскемендіктерге өте тамаша мүмкіндік туып тұр деп ойлаймын. Мына бір тамаша ғимаратта қазір ел қызығатын, бүкіл Қазақстанда саусақпен санап аларлықтай облыстың орталығында осындай керемет театрға келіп, күнде бір қауышып, жақсы мәдени рухани күндер өткіземіз ғой деп ойлаймын. Баянның жүрегіне да салмас деп келдім. Заманы бір, тілеуі бір, тең құрбы зорлық етпес. Көкпарға төстеп, қол қаламас деп келдім.